Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз алдыңғы сабағымыздың жалғасын жалғастырамыз. Біздер алдыңғы сабақта Фридрих әдісімен Рубик текшеміздің 2/2 түрінің жоғарғы қабатын сары түспен, яғни сары түстерді толық жинау әдісін үйреніп жатырмыз. Егер қарамаған болсаңыздар, алдыңғы видеоны қарап алыңыздар. Біздер алдыңғы видеода 5 жағдайды қарастырған болатынбыз. Өзі 7 жағдай. Жоғарыға сары түсті жинау. Енді біздің 5 жағдайымыз қарастырылды бірінші видеода, алдыңғы видеода. Енді бүгін тағы да 2 жағдайды қарастырамыз. Сосын жандарын бірдейлеп толық құрастырып шығамыз. Бүгінгі видеомызда. Енді қазіргі біздің келіп тұрған жағдайымыз вертолет деп аталады. Тікұшақ, яғни 2 сары түсіміз алдында тұрады. Сол жағында, алдында емес, сол жағында, мынау жоғары болып саналады, яғни сары жинайтын бағытымыз. Және қалған 2 сарымыз мына алдында және артында тұрады. Ал 2 сарымыз сол бағытында тұрады. Вертолет. Енді Рубик текшемізді осы 2 көзімізді сол жағымызға қаратып ұстаймыз. Сосын мынандай алгоритмдерді орындаймыз. Оң, жоғары 2 рет, оң 2 рет, жоғары кері, оң 2 рет, жоғары кері, оң 2 рет, жоғары 2 рет және оң. Міне, біздің сары түсіміз жиналды. Енді тағы да бір жағдайымыз. Келесі соңғы жағдайымыз бұл глаза дейміз, көздер. Міне, 2 сары түсі жанында тұрады, ал жоғарғы жағында 2 сары түсі келіп тұр. Яғни 2 көзді өзімізге қаратып фронт қоямыз. Оң жағы, жоғары, сол жағы. Бастаймыз. Сол 2 рет сағат тіліне қарсы. Асты сағат тіліне қарсы 1 рет. Сол сағат тілімен жоғары 2 рет. Сол сағат тіліне қарсы. Асты сағат тілімен, сол сағат тілімен жоғары 2 рет және сол. Міне, біздің сары түсіміз, жоғарғы қабатымыз сары түспен жиналды. Яғни біздер Фридрих әдісінің 7 жағдайын орындап, сары түсті жоғарыға жинадық. Енді бізде жоғары жиналды, енді жандарын келтіруіміз керек. Ол үшін тағы да сол 3/3-тегідей қараймыз. Рубик текшемізді айналдырып, яғни 2 жағдай кездеседі. Бірінші жағдай 2 түс бірдей келіп тұрса, оны өзінің түсіне келтіреміз. Міне, 2 түс келіп тұр. Бұл бірінші жағдай. Енді екінші жағдай, мына 2 түс немесе мына екеуі бірдей келіп тұру керек. Мынандай, міне, жасыл мен қызыл болып. Енді бірінші жағдайды орындайық. Міне, көк пен қызыл, жасыл мен қызыл орындарында тұр. Ондай кезде біз мына келіп тұрған түсімізді сол жағымызға қоямыз. Сосын мынандай алгоритмді орындаймыз. Оң, жоғары 2 рет, оң кері, жоғары кері, оң, жоғары 2 рет, сол, жоғары, оң кері, жоғары кері және сол. Міне, біздің Рубик текшеміз жиналды. Бұл бірінші жағдай, яғни 2 түсі келіп тұрған жағдайда. Келесі
екінші жағдайды көрсетемін. Міне келесі екінші жағдай жандарын келтірудің жаңа айттық біздер. Мына екі түс бірдей болып тұрған жағдайдан орындадық. Ендігі жағдайымыз міне қызыл жасыл түсін келтіріп отырмыз. Мына түс келмейді, ал мына жердегі келіп тұр. Көк пен қызыл сарымыз. Яғни сонда міне мына түс пен мына түс келіп тұр. Яғни осы екі түсіміз келіп тұрған жағдайда біздер текшемізді келіп тұрған жағын сол жағымызға қоямыз, және арт жақ пен сол жаққа. Ал мына келіп тұрған түсімізді алдымен фронт пен оңға қойып қоямыз. Міне түсінікті да, осылай қойып қоямыз. Мынау жоғары оң. Сосын мынандай алгоритмдерді орындаймыз. Қарап отырыңыздар. Так, сол кері, жоғары оң, жоғары кері, сол сағат тілімен, жоғары, сол кері, жоғары, оң кері, жоғары кері, сол, жоғары екі рет, жоғары екі рет, оң, жоғары екі рет, және оң. Міне біздің Рубик текшеміздің 2-2 түрі түгел жиналды. Яғни біздер Фридрих әдісі бойынша Рубик текшемізді жинап шықтық 2-2 түрін. Бұл Фридрих әдісін үйреніп алсаңыздар, яғни текшемізді тез құрауға жақсы. Оңай түрінде пиф-паф әдісін көп рет орындау керек болады. Сондықтан Фридрих әдісінде бір алгоритмді жаттап алсаңыз, мысалы 7 жағдайдың барлығы бірдей келмейді. Яғни оның тек қанағы бір жағдай келеді, соны мысалға қолданасыз, болды. Мысалы бір жағдай балық түрі келсе, тек қанағы мысалға 1, 2, 3, 4, 6, 7 қадамды орындап қоюға болады. Ал пиф-пафты жаңағы 10 рет, 15 рет орындап болғанша уақытымыз кетіп қалады. Сол себептен Фридрих әдісін сіздерге үйретіп жатырмын. Енді келесі сабақтарда осы 3-3 Рубик текшесінде әртүрлі узорларды келтіретін боламын. Жіберіп алмаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар, видеоларға лайк басып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Түсінбесеңіздер комментарийға жазып кетіңіздер. Немесе үйреніп алсаңыздар, мен үйрендім деп комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің арнамды қолдап қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.